Міне, кетті бүркіт ұшып. Кел, 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 кел. Барлық құстың мына қол боларында түзді де үйреткен кезде алғаш етке шақырады, содан кейін міндетті түрде шырға тартылады. Шырға бұл әліппесі құстың, барлық құстың. Бұл алып жүргенді өзде де сол шырғаға жаңа кет қамалшысын, кейін шырға тартып шырғаға үйретеді. Шырғаға айнымай барғаннан кейін қоян түлкінің аузын байлап ауыздандырады, аяқтандырады. Өнен кейін аңға алып шығып, еркіндікте аңға аулап кете береді. Енді бұл құс қашып кетпейді деген есепте. Дегенмен аға, мынандай болуы мүмкін бе осы үйреткен құстың жаңағындай қонбай үйге шақырымға келмей тауға бірақ ұшып кетуі мүмкін бе? Кетіп ондай оқиғалар болады. Өте бір тұз құстарында көп болады. Қол балалардың бір жақсы жері, олар қашпайды. Ертегінде болса да оны тауып аласың. А мыналар кейбірде жаңағы еті көтеріліп кетсе, жаңағы еркіндік есіне түссе, кетіп қалатын жағдайлар болады. Қайту қайт деген қазанғаптың күйі содан басталған ғой. Көрдіңіздер ғой, мынау аңнан, жалпы ұстаған аңынан ажырау қиын бүркіттің. Жібергісі келмейді. Міне батыр. Өстіп ұзақ біткенде шырға тартып шырғамен бүркіт ұстап алады. Тауда алыс жерлерде естілмей, көрінмей қалады. Сонда айғайлап шырға тартқан кезде сақпаның тасындай дейді ғой. Бүркіт өзі көреді дейсіз ғой? Иә, көреді. Шырғаға түседі. Шырғандарын ажыратылады да арғай кете береді. Кейде аңыз деп бүркіт ұзақ кетеді, ала алмай қалатын кездері болады. Сонда адасып қаласың, тұман түсіп кетеді. Сонда айғайлап дауыстан шырға тартқан кезде келіп түседі. Неге? Бақай ма? Иә. Бақай деген бүркіт. Бақайдың құсы ғой. Бақай деген бұнда тауда айтады. Көрінген алдымызда биік тау Бақай. Аш бүркіт аңды алады, немесе аңның иесінің өзін алады деген қалай түсінесіз дейсіз ба? Бұл енді ауыспалы мағынада айтылған сөз ғой. Ол бүркітті ондай дәрежеге жеткізбейді ғой. Ондай ашырқан жаңаға күйі қатты кеп кеткен кезде аңға түсіп аңға ала алмаса, иесіне де айбат жасап, шабуыл жасаған кездер болған. Көбінесе ол қол бола бүркітте кездеседі. Түз құстар көп ондай неге бармайды. Текті болады ғой қалай болғанда да. Түз құстар. Мына қол бола бүркіттер қатты ашуланғанда жаңағы балаға аяқ сап жүреді, иесін аяқ сап. Бәріне сондай бір кездеседі. Әр бүркітшіде сондай міндетті түрде кездеседі қол бола бүркітте. Бәрі керемет қыран болғанның өзінде де оларда да жаңа адам сияқты мінез болады ғой. Аң ала алмайды, құсаланады, ашуланады. Сондай кездер болады. Енді оның бәрі иесіне түспейді ғой. Аяқ сап жүреді, жаңа тістей болады кейде ашуланып. Аң беріп алып жатқан кезде бермей қызғанып, жатып алып, бермей. Сондай сәттер болады. Ал мына түз құстарында көп ондай болмайды. Олар сондай текті ғой. Қазақ бұрынғы шалдар айтады екен, бала бүркіт көп салдым, түз құсына жетпейді деп. Бала бүркіттігін жаңа ұядан алады. Ұяны зерттейді, не алып жүр. Соны аңдып, балапан ақ үрпек болғаннан бастап, қара қанат болғанша жаз ортасына шілдеге дейін қара қанат болып ұядан ұшатын кезде барып алады. Онда да әбден амалы құрғанда, әйтпесе жалпы көбінесе мына түз бүркіт баққан ақсақалдар. Түз бүркіттің жақсы жері ұшуға шебер, тормен ұстайды, әртүрлі жағдаймен ұстайды. Соны жаңағы көбінесе тор салып ұстаған ғой. Өзінің ойынан ұнап жүрген жаңағы жас балапан, тірнек, астүлек бүркіттер болса, ірі болса, соны баққан. Ал жасамал бүркіттер түссе торға, оны ажыратып қоя бере саған. Оның машақаты көп, жасамал бүркіт. Мына жерде сұрап жатыр, мына жалпы бүркітті неше жыл ұстайсыз, сосын еркінге жібересіз ба дейді. Енді ол бүркітті бұрын ақсақалдарда айтады, 10-15 жыл қолға ұстағаннан кейін бұл бүркіт кейбірде жарақаттанады. Мысалы, аяғын шайнатады, қанатын шайнатып, аңнан қайтып қалады. Сондай жағдайда жаңағы аяғын жазып, қыстай семіртіп бағып, көктемде еркіндікке қоя берген. Ары қарай өзі
табиғатта өмір сүріп кетеді. Бұл өте мына тұздан алған бүркіттер бұл тұз табиғатында үйренген, бір күнде кейін сол еркін өмірге бейімделіп кетеді. Енді мынау көзіндегі томаға деген бауырлар, томағасы. Міне шештік. Бұл енді шешкесін бұл кішкене құтырады. Жан-жақтан аң көреді, ұшқысы келеді. Көзіндегісін жауып қойса, аса құтыра қоймайды, тыныш қана отырады. Бақай деген бүркітіміз. Бүркіт сатпайды ғой қазақ. Бүркітті сыйға тартады. Онда да жаңағы бүркітшілер бүркітшіге мысалы жаны жақын бір адамдар болады, көңіл құймас. Бүркітші өз бүркіттің қадірін білетін, өзінен де қадірін білетін. Қазақтарда жаңағы осы бүркітін сыйлап, бір-бірімен құда болған. Қыз алысып, қыз берісіп, жекжат болған. Бүркіт соншалық қадірлегендігі. Көзді көрдің ғой, көзді. Сап-сары. Қалай дейсің, қаршығаның көзі сары? Итегінің көзі қара. Итегінің көзі қара. Анда бүркіттің өзі қаршығаның көзі айбат шегіп не қыла ма жоқ ондай? Иә, бұлар бір-біріне өшіп болады, бірақ үйреніп кетеді, көзі үйреніп. Жалпы табиғатта біріне бір өш қой. Бір үйдің несі болғасын. Мынау енді қайбір осы ана жыл келгенде ғой аға кептер ұстап еді ғой бір. Иә. Есіңізде ма бір түлкіні алып шығып түлкі қашып кетіп. Қаршыға қазан қайнатады дейді қазақ. Ител кетек бұлғайды дейді. Қазғанмен бір жан қыстайды, тамағын тауып деген. Итің етек бұлғауы неге? Итегі ұзаққа түспейді, былай қолын ұстап тұрсаң. Мынау биылғы балапан келесі жылы түлеген кезде мына жүндердің бәрі көк түске айналады да, мына алдынан көлденең сызықтар пайда болады. Телнашкі дейді ғой. Көлденең сызықтар. Көзі сол өзгермейді көзі. Жасы келгенде де. Түрі көкпеңбек болып кетеді кейін. Кептер түсті сырта. Алды аппақ болады да, мына көлденең жолақтар болады, пайда болады. Жылдан жылға. Соң мына құйрықтың мына белдеулері жылдан жылға түлеген сайын жоғарылайды да, жоқ болып кетеді өрлеп. Түлегеннен кейін. Мынау биылға балапан ғой әлі түлемеген. Былтыр бұл уақытта болмаған. Ақан сенің өлеңінде бір ой. Көкженде тұғырың алтын маржан баулы, тұрушың ағаш үйде асыраулы, күніне 70 үйрек 100 қаз алған, қайтпаған құстан бетін қыран шәуілдеп. Көкженде қазы қасап бауыңды аштық, бір күн алған құсыңды 10 күн астық. Мамығы сол құстардың жиған шақта, болып ет бір құс төсек, 10 құс жастық дейді. Содан енді қараңыздар, сонда қаршығаның қаншалық өнері болған ақан серінің баққанын дәлелі. Әуезов айтады ғой мына саятшылық жайлы. Ғабит Мүсірепті, Сәбит Мұқановты бәрі осы саятшылыққа бір соқпай кетпеген. Өйткені олардың өмір сонымен жалғас. Олардың кезінде сондай атақты құсбегілер болған, сол әрқайсысы сол құспен жан баққан, соның қызығын өз көздерімен көрген. Мысалы, ана Сәбит Мұқановтың Балораз деген тақырыбында жазады ғой сол Балораз құсбегі. Ғабит Мүсірептің кітабында Аңшы Мүсіреп дейді бір күтші. Сол жайлы жазады. Бәрінде өйткені олар көздерімен көріп, осыны жаңағы жазып кеткен, айтып кеткен. Жіптен тор тоқиды құсбегілер. Бір күтке қаршығаға екі түрлі қып, көзін кішірейтіп. Содан кейін жаңағы қаршыға ұшып аңаулап жүрген орындарға апарып бір қараңғы жарықта тор құрады. Кептер ішіне қоян байлайды, тауық байлайды. Сонда қаршыға жеймін деп кеп торға оралып түсіп қалады. Көрсет қой, не сабат қаңыздаға? Мынау жем қалта, мынау шақыртқы дейді ет. Алыстан бір күтті шақыру үшін пайдалар ет сақ қояды, жем қалта. Мынау шақ бір күтшінің кезі, мынау түтік дейді. Бір күтке су береді. Мынау кергі, анау түлкі бірдеме ұстап, тірдей ажыратып алып, керек болған жағдайда түлкіге тістетіп, аузын байлап, темірден жасалған. Қосымша құралдар ғой. Мынау қамшы, мынау биялай, мынау қытыран дейді. Аңның мүйізінен жасайды. Ағаштан. Ана түлкі бүркіттің алып жатқан кезде, кейде бүркіттің тырнақтары аузына кіріп кетеді түлкінің. Сол кезде мына қамшымен ұрамайсың, пышақпен неғыламайсың. Мынаны сұғып ақырын жағын ашып, бүркіттің аяғын суырып аласың. Көмекші орай.
Елайдың бізге десіп